Сәлем достар, қалайсыздар? Өткенде біз мейрамханада, кафеде жиі қолданылатын сөздер деген тақырыпқа бейнеролик түсірдік. Сол бейнероликтің астында жазылған комментарийлердегі ұсыныстар бойынша бүгінгі видеоролигіміз, яғни бүгінгі тақырыбымыз дүкенде және супермаркетте қолданылатын сөздерге арналады. То есть сегодняшний выпуск, ребята, посвящен словам и фразам, которые мы используем в магазине или же в любом супермаркете. Когда вы приходите в магазин, кез келген дүкенге келген кезде, қандай қалыптасқан сөздерді айту керек? Мысалы, кассир болса, немесе консультант, сатушы болатын болса, қандай сөздерді айтуымыз керек? Қалай сөйлесуіміз керек? Бүгін осындай арнайы фразаларды өтеміз. Мысалы, картоп 1 келі қаншадан деген сұрақ орысшасы сколько стоит 1 килограмм картошки? Или сколько стоит 1 килограмм картофеля? Еще можно спросить, 1 килограмм картофеля почем? В какую цену? Яғни, бірнеше нұсқа картоптың бағасы қаншадан деген мағынаны білдіреді. Келесі мысал. Маған шұжық, ірімшік және 10 жұмыртқа керек. Орысша, мне нужна колбаса, сыр и 10 яиц. Немесе, мне нужен сыр, колбаса и 10 яиц. Сол кезде сатушы былай да айтуы мүмкін. Бізде осындай шұжықтың мынандай түрлері бар. Қайсысын аласыз? Ал қалай жауап береміз? Дайте ту, которая вкуснее. Или давайте ту, которая лучше. Сонда сатушы біреуін алып, ең жақсысын, ең дәмдісін таңдап сізге береді. Тұрмыстық техника сататын дүкенге келген кезде сатушыдан былай сұрауға болады. Кешіріңіз, маған ұялы телефон керек. Қайсы ең жақсы? Кеңес айтып беріңізші. Извините, мне нужен сотовый телефон. Который самый хороший? Посоветуйте, пожалуйста. Немесе, извините, мне нужен сотовый телефон. Посоветуйте, пожалуйста, который самый хороший. Ал киім сататын базарға келгенде мынандай сөйлемдерді айтуға болады. Кешіріңіз, маған қызыл көйлек керек. Извините, мне нужно красное платье. Немесе, сіздерде қызыл көйлек бар ма? У вас есть красное платье? Сол кезде сатушы мынандай сұрақ қоюы мүмкін. Сіздің өлшеміңіз қандай? Какой у вас размер? Менің өлшемім 44. Мой размер 44. Немесе, у меня 44 размер. Сонымен, достар, дүкендегі қолданылатын сөздер, сөз тіркестер, фразалар өте көп екен. Бірақ та ең негізгі, ең жиі қолданылатындарды білсеңіздер, тіпті жақсы болады. Осы бейнероликтің астында арнайы чек-лист болады. Сол чек-листте 30 фраза болады. Сол фразаларды азық-түлік дүкенде, техникалық дүкенде және киім сататын дүкенде қолдануға болады. Ең бастысы ұялмау керек, және де сөздерді жаттап, практикада қолдану.